Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Фараби Бақтұлы Арыстанбековке беріледі. Қош келіпсіздер. Мына бүгін салтанатты сәулетті сарайға жиналып отырған жанардақты жақсылар, қадірлі қонақтар, айрықша ақ пейілді алдыңғы толқын аға бабар. Байырғы жібек жолын бойында, қасиетті жер мекенде, құлан елді мекенінде тәуелсіздіктің құрдастары бас қосып отыр екен. Алтын сөздің ағынын ағытар болсам, біздер үшін тәуелсіздіктен тәтті, азаттықтан асқан ұғымы жоқ. Көшпенділердің көшін ғұндардың ғұрпымен жүрген жерде, баяғы бабамыз ошақ қазып, от жаққан мекенде, жаста болса тәуелсіз ел, бақытты орда құрып, биыл міне 30 жылдық мерейтойға қол жеткізіп отырмыз. Осы орайда жанардақты жақсылардың мекені қазақ елімді шынайы шын жүректен құттықтай отырып, шаңырақтарыңызға шаттық қонсын дегім келеді. Қазақ елі биіктікте салтанат құрып, халқымыз жанға бай, шөбірлі болып, бақ пен дәулет егіз қона берсін. Қаншалықты биікті бағындырғанымызды көргіміз келсе, артымызға көз тастасақ жеткілікті. 30 жылда Қазақстанның жеткен белесі мен алған асуы аз емес. Қазақ тілі биік тұғырға көтерілді. Халық саны артуда. Ел экономикасы жоғарылап, астық өнімдерін экспорттаушы елге айналдық. Елбасымыз ел болашағы жастар деп үлкен сенім арта отырып, дипломмен ауылға болашақ секілді бағдарламалар жүзеге асырылды. Бақытты өмірдің кілті ұлт денсаулығына баса мән беріліп, медицинамыз дамыды. Әлемдік тәжірибелерді жинақтай отырып, білім саласында үлкен жетістіктерге жеттік. Ең бастысы, қазақтың тарихы мен мәдениетіне баса мән беріліп, өткен тарихымызбен толық танысуға мүмкіндік алдық. Тәуелсіздік жылдарында ел спортының еңсесі биік болып, көшбасшы елдердің қатарына қосылдық. Тәуелсіз елдің құрдасы, тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде ақ тілегім, әрбір қазаққа бақ тіледім. Әмәнда қазақ елі бай боп, дәулеті сәулетіне сай боп, бағы көтеріле берсін. Жастар орталығы айдарынан желеседі, аудандық үлкен форум жасап жатыр. Елімнің кемел болсын деп келешегі, рухани ой дүние алған жастар әрдайым елдің қамын жеп өседі. Форумның аясында бас қосылса, рухани мықты жастар көп өседі. Шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаз ретінде айтарым, жастардың жан қанаты талмай, әрекеті берекетке ұласып, алдағы уақытта арым алашқа, қаным қазаққа деген жастарымыз көбейе берсін. Ұлт ұстаздары Ахмет, Міржақып, Ыбырай аталарымыздың өмір жолынан үлгі алайық. Байлықта шек жоқ, сірә мендегі, ту ел тамба, еліміздің кең жері, елбасымның ең әдемі сыйлығы, ең әдемі елордам бар жердегі. Ынтымақтың арасына бөленген мемлекетіміз көш ілгері көп елден. Біздер деген тәуелсіз елдің ұрпағы, сөз сөйлейтін мінберлерде өлеңмен, тарихтағы ең бақытты ұрпақпыз, саясында көк байрақтың көгерген. Жарқырап тұрған жақұтымыз, басымызға қонған бақытымыз тәуелсіздікті қастерлейді. Кешегі көшпенділердің ыстық қанын бойымыздан суытпай, ойымызда Тәңірге тәубә, Құдайға құлдық деп отырып, тәуелсіздігіміз баянды, әр күніміз аяулы болсын.